63 жасты пайғамбар жасы деген дұрыс па? 60-тан асқан, анығы 63-ке келген кісіге пайғамбар жасыңыз құтты болсын дейміз. Ал қазақ пайғамбар жас деп 40 жасты айтқан. Себебі пайғамбарлық міндет жүктелген. Жауапкершілікті арқалауға әбден жарайтын жас дегенді білдіру үшін. Пайғамбарымыз 63 жасында қайтыс болды ал. Сонда анау кісіге енді сіз де сол жасқа келіп қалдыңыз деген сөз бе сонда? Ал арғы жаққа кететін уақытыңыз болып қалды енді деген құттықтау бола ма сонда? Қандай ыңғайсыз? Жоқ, олай емес. Қазақ 25 жасты ерекше айтатыны, оған дейін ауыр қылмысы болмаса, жігітпен артық кем қалған ісіне көп адам оған кешіріммен қарайтын еді. Одан өткеннен кейін ескеулі сөз. Оғаш қылығының бәріне тиісінше жауап бересің. Құдды заңдық жауапкершілікке тартылатын жас секілді. Міне мұның бәрінде мән мағына болмыш жатыр. Бәрі біздің өмір салтымыз, жүріс-тұрысымызды белгілеп беріп отыр. Дінімізде 40 жас мәселесі де айтылып өткен. Шариғатта 40 жас адамның кемелденген, ақыл тоқтатқан, тәжірибелі ғұмыр белесі ретінде айтылады. Сол секілді осы жаста көптеген пайғамбарларға пайғамбарлық келген. Ардақты пайғамбарымызға да 40 жасынан бастап уақи түсе бастады. Көптеген дін ғалымдарының да осы жастан кейін қадам алып, кітап жазғаны туралы тарихи деректер де бар. Құран кәрім сол 40 жас жайында былай дейді: біз адам баласына, ата-анасына барынша жақсылық жасауды бұйырдық. Анасы оны қинала жүріп көтерді, һәм қиналып босанды. Оның ана құрсағында жатуы мен емшектен шығуы 30 айға созылады. Сөйтіп адам баласы есейіп, кемеліне келіп 40-тың 40-асына шыққанда, уа Раббым, маған һәм ата-анама нәсіп еткен қисапсыз нығметтеріңе лайықты түрде шүкіршілік етуді және үнемі өзіңді разы ететін игілікті істер істеуді көңіліме ұялатқайсың. Сондай-ақ маған ізгі ұрпақ нәсіп еткейсің. Расында мен тәубе етіп, бір өзіңе жан тәніммен бет бұрдым. Анығыңда мен өзіңе қалтқысыз мойын сұнғандардың бірімін деп айтады. Халқымызда 40 жас қылыш жас, 40-та қамалалар деген нақыл тектен тек айтылмаған. Ұларбек Нұрғалымұлы.